Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада тұңғыш рет өтіп жатқан жасанды интеллект бойынша 3-ші халықаралық IOAI 2026 олимпиадасының ашылу салтанатына қатысып, әлемнің 106 елінен келген дарынды оқушыларға сәттілік тіледі. Президент сөзінде еліміз цифрлық даму тұрғысынан стратегиялық таңдау жасағанына тоқтала келіп, бұл олимпиада жасанды интеллектіні зерттеуші жастардың халықаралық қауымдастығының дамуына үлкен серпін беретініне сенім білдірді. 5 күнге созылатын білім сайысында 500-ге жуық оқушы бақ сынайды. Бұған дейін оқушылар арасында жасанды интеллект жарысы Болгария мен Қытайдың Бейжің қаласында өткен. Ал 3-ші олимпиаданы қабылдау мәртебесі Қазақстанға бұйырды. Олимпиаданың ашылу салтанатында мемлекет басшысы сөз сөйледі. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірлі достар, ең алдымен сіздерге елордамыз Астанаға қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Баршаңызға жасанды интеллект бойынша 3-ші халықаралық олимпиаданың басталуы құтты болсын. Осы дүбірлі додаға 100-ден астам мемлекеттен 500 дарынды оқушы қатысады. Сіздер әрқайсыңыз қатаң іріктеуден өтіп, әлемдік деңгейдегі мәртебелі әрі маңызды сайысқа келіп отырсыздар. Бұл білім мен ұшқыр ой, тапқырлық пен табандылық бәсекеге түсетін бірегей жарыс. Бірнеше күн бойы нағыз тартысты сайыс болады деп ойлаймын. Баршаңызға сәттілік және табыс тілеймін. Жасанды интеллекттен білім жарысы 2 бағыт бойынша өтеді. Жеке кезеңде қатысушылар 6 сағат ішінде жасанды интеллект модельдерін әзірлеп, түрлі тапсырмалар шешсе, командалық кезеңде роботтарды бағдарламалайды. Осы мақсатта Қытайдан арнайы 10 робот жеткізілген. Дүниенің 4 бұрышынан келген оқушылар жасанды интеллекттен ғажайыптар күтеді. Жалпы жасанды интеллект менің ойымша болашақта көп нәрсені шешеді. Көп жағдайда өмірімізге әсер ететін болады. Мексика командасы осындай олимпиадаға 3-ші рет қатысып отыр. Ал менің қолымдағы өрме мен бантиктер, бас киім бұл біздің мемлекеттік туымыздың түсін көрсетеді. Жалпы алғанда ол біздің елімізге не береді? Оқушыларымыз осы жасанды интеллект, бағдарламалау, компьютерге, технологияларға талпынысы мол болу үшін осындай міне шараларды өткізіп жатырмыз. Өткен жылы Бейжің қаласында өткен олимпиадада Қазақстан құрамасы жалпы топтамалық нәтижелер бойынша 4-ші орынға иеленген болатын. Бірақ өткен жылы тек қана 35-40 ел қатысқан болатын. Жасанды интеллекттен бақ сынайтын Қазақстан құрамасында 8 оқушы бар. Команда құрамында Тараз, Шымкент, Ақтау, Атырау және еліміздің өзге өңірлерінен математика мен информатикадан үздік нәтиже көрсеткен оқушылар іріктелген. Олимпиадада бізге 6 тапсырма беріледі. 6-ы да әртүрлі болады. Мысалы, олардың біреуі бізге радар беріледі, оның картасы, және сол картаға байланысты біз радардың алдында қандай объект, қандай нысан тұрғанын белгілеу керекпіз. Енді жеңеміз деп үміттенемін, өйткені көптеген елдер келді және Қазақстан өзін жақсы көрсетеді деп үміттенемін. Бұл халықаралық олимпиада. Мұнда мемлекеттер өз командаларын жіберіп, кейін жеңімпаздарын өздері марапаттайды. Қазылар құрамына әртүрлі мемлекеттен іріктелген 14 халықаралық сарапшы енген. Дүние жүзінен жиналған дарынды оқушылар жасанды интеллектіден өтіп жатқан халықаралық білім додасында бақ сынауға кірісті. Сан ұлттың өкілі бас қосқан жаһандық ғылыми олимпиада тамыздың 8-іне дейін жалғасады. Аты озып, дара шыққандарды арнайы марапат күтіп тұр. Айзат Тұрғынбекқызы, Жамил Бейсенов, 7-ші арна.